laboratoriялық болып, яғни сазан балығының ішкі түзілісімен үйренеміз. Кешегі өткен сабақта шемшекті балықшылардың уақыты тікенекті акулармен танысып өттік. Онда сыртқы түзілісі, морфологиялық белгілері, ішкі түзілісі барлығын кешегі лабораториялық жүргізілді. Бүгінгі өтетін темамыз сүйекті балықлар класы, яғни кішкентай омыртқалылар берді табылады, сүйекті балықлар класы. Остептеус, кешегінде томбректеус деп аталады шемшекті балықларды. Енді бұларда мұрқалашылар класы, уақыты карп сияқты үлкен топары, һәм карп сияқты топары, уақыты сазан балығы. Яғни Cyprinus carpio деп. Енді бұл жерде қазір әкелгеніміз Cyprinus carpio балығының бірінші бастаймыз сыртқы түзілісіне. Мына жерде бір адам келін. Сыртқы түзілісі, яғни морфологиялық белгілермен танысып өтеміз. Сызғыш бар ма, линейка? Не бар линейка? Сызғыш. Жоқ па? Не бар ма? Сызғыш бар ма еді? Сызғыш бар. Сызғыш бер? Сызғатында да бар. Сыртқы түзілісімен танысам, бұл жерде енді бұлар шеміршекілі балықларға қарағанда сүйекілі балықлар класының уақылы әдеуір дәрежеде сыртқы морфологиялық белгілеріне қарағанда фарқ береді. Кешегіде шеміршекілі балықлардың сыртқы бұлыма түзілісі бас бөлімнен, кеуде бөлімнен, һәм құйрық бөлімнен деп аталып бөліп өтеді. Бұларда да сот ақылетте болады. Бірақ оларда шеміршекілі балықларда сыртқы қабыршақлы плакоидлы еді. Плакоидлы, анан бірәмін өтіп кеттіңіз. Плакоидлы қабыршақлар еді. Яғни бұларда енді сүйеклі балықларда циклоидлы қабыршақларға еді. Яғни бірінің үстіне бірі мінгесіп жайласқан, неке сазан балығының сыртқы түзілісін көретін болса, сыртқы қабыршақлары бірінің черепиция сияқты болып, бірінің үстіне бірі мінгесіп жайласқан. Һәм бұның түптәрегі денеге кіріп тұрады. Үстіңгі жағы сүйекленген. Шеміршекілі балықларда сүйекленген жоқ еді, бұларда шеміршегі. Бұларда енді сүйекленген сыртқы қабығы. Денесі тикарынан үш бөлімнен бас бөлімі сызғыш әкелдім ғой. Бұл жерде бірінші нәубетте келген уақытта бұны өлшеп аламыз. Сыртқы морфологиялық белгілерін анықтау үшін бірінші нәубетте бұл жерде сызғышпенен мынандай етіп өлшейміз келіп. Бір адам өлшеп, дененің басынан басылап ұлы мазұндығын өлшейміз. Ұлы мазұндығын соңымен өлшеп. Дененің мына басынан басылады. И құйрық қалашының тамам болған жеріне шейінгі өлшем бірлік 24 мысалы. Осы құйрық. Қорғайттар. 24. Бұл өлшем бірлік үлкен L тең 24 сантиметр болады. Сантиметр. Үлкен ұзындығы болып есептелінеді. Енді кішкентай ұзындығы. Енді кішкентай ұзындығы белгіленеді. Қайта жаңа сызғыш. Міне, бұл кішкентай ұзындығы тұмсықтың тамам басынан басылып ауыздан құйрық қалашының басынан шейінгі жері. Неше? 20 сантиметр. Бұл кішкентай L менен белгіленеді. Кішкентай L 20 сантиметр. Жазып отырмын. 20 сантиметр. Бұл сыртқы морфологиялық белгілеріне қарап анықтау. Өлшем бірлік бұларда метрикалық һәм пластик өлшем бірліктерге айырылады. Метрикалық өлшем бірліктер сызғыш жәрдемінде өлшенеді, һәм салмақ көлемі белгіленеді. Бұл жерде тәрезі болмағандығы үшін металманы тәрезіге салып, бұныңан ең үлкен салмағы, ұсы тұрсына тірілей алған аптағы салмағы большой ем болады, һәм іште жарып тастап, қала несін ішкі органдарды алып тастағаннан дейінгі өлшем бірлігі малый емнің белгіленеді. Сот ақылетте өлшеніп барыла береді. Енді бұл жерде тикарынан дененің арқа тарапында тап қалашылар есептелінеді, мынау тап қалашылар, һәм анал қалашы тап қалаш болып есептелінеді.
анал қалашы. Бұл жерде көкірек қалашы, жұп қалаш, һәм көкірек қалашы мен сағақтың тамам болған жерінде, һәм құрсақ қалашы. Бұл құрсақ қалашының құрсақтың ортаңғы бөлімінде құрсақ қалашы, жұп қалашылар болып есептеледі. Енді кешегіде айтып едік, акулаларда, тікенекілі акулаларда дүзілісіндегі құйрық қалашы қандай типте деп аталып еді? Дұрыс, айта берсең? Қандай типте еді? Құйрық қалашы, гетеросеркал типте еді. Гетеросеркал типтегі құйрық қалашылар, яғни тең емес, акулаларда тең емес. Мынандай болып келетін болса, мынандай келте болып келеді. Бір жағы керте тең емес. Енді бұл сүйеклі балықларда құйрық қалашы екі жағы тең, яғни гомосеркал типті. Гомосеркал типті деп аталады. Бұлардың құйрық қалашы. Енді бұларды ішкі мына жерде дененің ортасынан қаптал сызығы өтіледі. Қаптал сызықтың мәнісі тең салмақты сақлау һәм сыртқы орталық факторларынан өзін сезу органы қызметін атқарады. Сезу органы бүйірде қаптал сызықта. Енді бұның жасын анықтау үшін бастың сағат қақпағының артынан санағанда 5-ші, 6-ші, 7-ші қабыршақтарды аламыз. 5-ші нерден көздеріңіз көреді ғой мінекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ші мінекей. 7-ші қалашты аламыз, бір тетрат әке. Күн жазып жүрген тетратында әке. Тетрат мінекей. Мына қалашты алдық, неге салып қой, нерге. Мынау күнделік дәптер есабында салынып қойылады. Бұны кейіннен тексере береміз. Бұл қалаш қабыршақты алуымыздың себебі жасын анықтау үшін тикарынан алып қоямыз да сол жерге. Енді үйерде бұдан басқа енді ішкі органдарды жару үшін методикаға тикарланып, үйерде мына анал тесігі, үйерде анал тесігінің қасынан қайшыменен кесіп дуыры сағаттың тамам болған жеріне шейін кесеміз. Ішкі органларды не тұрамайды, өсіп еткен ғой. Дуыры кеседі, шекілерін кесіп алма, шегін кесіп алма. Ішкі органларды ләжі болғанша күтінлей алуымыз керек. Кестің бе? До конца кесе беріп мынаған шейін. Мына ерге шейін әкеліп, немене. Ләжі болғанша жүректі өзді жарып алмау керек. Енді тоқтап, төмен жатқызамыз, методикаға тикарланып, минерден былай қарата скальпельменен өзім кесіп беремін. Бір қапталын кесіп алуымыз керек. Ана ненен өткізіп тұрмыз? Көрініп тұрма неге? Қолыңды кесіп өтпесін, абайлап қолыңды сөйлемесін. Бір қапталын кесіп алуымыз керек, минерден бастап. Ләжі болғанша. Себебі омыртқаның үстіңгі тәребінен кесіп аламыз. Қолың тартып барман не анан басты? Яқ, скатындырған болғаны ғой. Parmağını kesme demek. Yesine temizlik. Міне бір қатардан кесіп алдық, мына жағын алып тастаймыз, үстіңгі тарапын. Мінекей, енді жарылғаны, ана суреттен нетіп тұрмын, жарылған жері бар. Айландырып, төменге түсірім көрейін. Ya şoför öyle, şoför götür. Müşkü var mı da?
Aneta, ne forması. Suretте көрсетілген анандай. Мынау жарғанақта осы көріністе тұрады. Міне дененің омыртқасының қасынан жоғары тарапын кесіп алды. Осы жерде, мына жерде еледе жақсылап кесіп алу керек. Қайшы. Омыртқаның астыңғы тарапында торсылдақ жайласқан. Торсылдақтың вазифасы не еді? Не. Көтергенге көтеріп түсу. Ямақта гидростатик вазифаны атқарады. Судың бетіне көтеріліп шығу, судың бетіне көтерілген уақытта хауа толу керек. Неге? Егер неткен уақытта судың түбіне шығу үшін мына торсылдақтың несі хауадан шығарып жіберу керек. Енді бұларда сазан балығында туырдан-туыры торсылдақтың жолы өңешке ашылады. Өңешке. Ал алабұға балықларында оларда өңешке ашылмайды. Алабұғада. Себебі оларда неге келіп мына хауа торсылдағы толу үшін алабұғалардың несі торсылдағындағы хауа жолы өңешке ашылмайды. Тіккелей бұларға қан арқылы болады. Соның үшін де біздің халықта нақыл бар. Алабұға тырғиса көлге сыймайды, жаман адам шырғиса елге сыймайды. Бұрыннан білген бұны. Не үшін? Бұл нервно-гуморалдық жолменен басқарылады алабұғаларда. Мына жердегі нені алған уақытта, мына айтып қазір аламыз. Жабылып кетті. Торсылдақ алынған уақытта торсылдаққа қалтасындағы торсылдақтың сыртқы қалтасы бар ғой, соларға қан арқалы дурдан туры ішіне кіреді хауа. Соның үшін бірден қорыққан уақытта хауа толып кетеді, ішіне торсылдақтың ішіне хауа толып кетеді, нәтижеде бірден шықпайды. Соның үшін де алабұға судың үстінде жүре береді қалып. Барқылы. Көп уақыттан кейін белгілі бір мысалы 20 минут, ямаса ярым сағаттан кейін өзінің қалпына келгесін нервно-гуморалдық жолмен басқарылғаннан кейін ол кейіннен өзіне келгеннен кейін барып бұл хауа шығады, кейіннен барып төменгі қатламға түсе бастайды. Айрым іліми әдебиетларды жазып қойды. Алабұға не деп? Аты не деп? Мына қос жынысты деп беріп қойды. Ямаса гермафродит деп жазып қойды алабұғаларға. Енді оны өздеріңіз көзімізбен көрмедік. Енді екінші жағы мына жерде шекті аламыз туырдан туыры. Мінекей. Алып қой. Мына жерде үстіндегі бөтегі де алынып кетті. Мынаны туыр кесу керек еледе. Жаңа кесте отқаным сол еді ақырына шейін. Скатілді бер. Ауызға шейін кесу керек та, сонда неде алынады. Енді мына шекті туырыс астақырын аламыз, былай қарата. Алдық мінекей. Енді бұл жерде мына жерде не шықты, шек. Енді бұларда жүрек шықты, мына жерде несінде жүрегім бар. Жүрек екі камералы, бұл торсылдағы жаңағы. Мына жерде қалып қойған бүйрек. Бүйрек омыртқаның екі қапталында торсылдақтың үстінде жайласады. Бұлардан бүйрек турдан туры бөліп шығару қызметін атқарады. Мына жердегі тұрған омыртқаның екі қапталында тұрған бұл метанефрикалық бүйрек деп аталады. Мынау бүйрек жолы, ямаса бүйректен шыққан сідік жолы мінекей. Турдан келіп, бұл сідік жолы екі жақтағы үстіңгі тараптегі ненікі де омыртқаның екі қапталынан шыққан әдеп екі сідік жолы арқалы кейінен бірігіп, бір сідік жолы арқалы бергі анал тесігіне келіп, анал сорғышына келіп қосылады. Екінші бүйірден қайттан және бір не болады. Мысалы, мына балық самка я самец екенін қалай анықтаймыз? Мынау самка ма, самец пе? Самец деген ұрғашы ма? Еркек. Самка деген ұрғашы. Мынау қайсысы? Еркегі ме, ұрғашысы ма? Қалай білдің? Не себеп? Қалай білдің? Действительно еркек мынау. Азы көріп отырмыз. Қалай білдің? Отырғыз деп шығаратын несі, ол күні қалта жазып қойып жатыр.
Уылдырық жоқ. Мінекей, о жерде еркегін анықтау үшін мына жерде мына ақ затлар ганада деп аталады, мінекей. Ганадасы. Яғни еркектік ұрықлық қалтасы деп аталады, мінекей. Ақ бұл уақыттың өтуіменен пісіп жетіліскен уақытта сүтке айланады. Яғни сперматозоидларға айланады бұл жерде. Мыналар. Соның үшін бұл еркек балық. Мынау Ганада ақ май деп тұрады. Май емес бұл негізі, еркектігі. Яғни еркектік органы. Бұл да екі жағынан қосылып, бұл жерден ішкі органдар арасынан екі жағы қосылып, бұның жолы бұл жерде сідік жыныс системасына келіп ашылады. Яғни анал тесігіне келіп ашылады. Енді бұл жерде ішкі органлар, яғни ішегам келіп бұл жерге келіп ашылады анал тесігіне. Ішкі органдар, жеген ауқатлық затлардың барлығы келіп анал тесігіне сол жерге ашылады. Енді тикарға атқаратын енді қызметі, бұларда сазан балығы болатын болса, сазан балығының ішегі өзінің геудесінің ұзынлығына тең болады. Мысалы 24 см шықты ғой жаңа. Мына ішектің ұзынлығы сондай болып есептелінеді. Енді шөп жеуші айрым толстолоб балықлары, олардың ұзынлығы, әнерде әкеп қойын, нерге әкелім көреді. Алсыз кім? Бұны қолыңызбен ұстамайсыз едім, қорқа бересіз. Перчатка бұлар Перчатка ал. киіп көріңіздер сіздер. Сіздер ұстаңыз, мен ұстай беремін мен оны. Перчатка киіп ал. Әкел, түзеулеп мынаның үстіне қойын. Мынау ақ толстолобик балығы түзеулеп. Кеше тірі еді, бүгін қатып қалған еді. Ақ толстолоб. Бұлардың ішегінің ұзынлығы өзінің геудесінің ұзынлығынан 3 барабар ұзын болады. Өлшесеген болады, өлшеп көру, 3 барабар ұзын болады. Енді ақ толстолобик балығы менен пестрый, яғни шұбар толстолобик балығының айыру үшін екеуі бір туысқа кіреді. Айыру үшін тыңдап тұрмын. Bu жерде ең тикарға айырылатын зат ақ толстолобик балығында мына кил сүйегі пышақтай болады, мінекей. Мынаны қара, пышақтай болады. Енді шұбар толстолобикте ол жапақлау болады. Шұбарда. Соның үшін сыртқы морфологиялық белгілеріне қарап анықтауда осы тикарды рөл атқарады. Мына кил сүйегі. Мынау кеше тірі еді, бүгін өлі болып тұрды, бірақ мына сазан балықларында келе жаңа айтып өттім. Енді ауа қалташасының вазипасын айттым. Сыртқа шығару несін бөліп шығару системасын бүйрек деп айттым. Енді сағақ, 4 жұп сағақ бар бұл жерде. Мынаны аламыз былай қарата, 4 жұп сағақ. Алып тастай береміз. 4 жұп сағақ, айырым уақытта 5 деп айтады. 5-ші сағақ ярым сағақ деп аталады. Енді бұл жерден біреуін алайық. Сағақтың вазипасын. Сағақ не вазипасын атқарады? Демалу вазипасын атқарады. Қайшыдатын простой нәхінлеу қайшы алуымыз керек еді. Жаңа еледе кім болып бұл балықты әкеді? Аты кім еді? Абуали. Неде біреуін аламан. Мынау сағақ жапырақшасы деп аталады бұяғы. Осы 4 жұп сағақ жапырақшасы арасынан ауыздан кірген су сағақ жапырақшалар арасынан өтіп, бұл жерде сағақ жапырақшаларын суда еріген кислородты осы жерде дем алу вазипасы 3 жерде атқарылады, яғни. Суда еріген кислород. Һәм бұл жерде сол нені алады? Алдындағы сағақ тишинкалар деп аталады бұл жерде. Тишелері бар. Ана тишелері. Мыналарды көру керек. Бұл жерде. Бұл тишелер саналады. Бағана айтып өттім, балықтың морфологиялық ямасы ішкі органларын тексерген уақытта метрикалық һәм пластикалық белгілер болады деп. Пластикалық белгілер санау арқылы мына сағақ дуғасындағы тишелерді бірімлеп санаймыз. Бұлам әр түрлі болуы мүмкін. Әр сағақ несінде әр түрлі болуы мүмкін. Соған қарап бұлардың тіршілік циклын, яғни рауажлануын толық түрде үйреніп шығуға болады. Нерден қарап. Сағақ тишинкалар деп аталады. Бұл тикарынан ауыздан келген ауқатлық затларды ұстап қалады, һәм өңешке жіберіп, неге жібереді. Мұналарда, енді бұларда бенц азықлық затлармен ауқытылынады, мұналар планктон азықлық затлармен ауқытылынады. Мұнадан қара сағағы дым үлкен. Бұлардікі. Сору қызметін азық. Мұнан қара мінекей. Мінекей. Үлкен. Енді бұл жерде бұның астында, мінекей. Мұналар дым үлкен болып көрінеді, мінекей. Несі? Енді бұлар бенцпен азықлану үшін не болғасын үшін, мына жерде жүрек мияқта қап қойған ба, не?
Ашу керек. Мынаны ашып, мына қара. Мына жерді аламыз. Енді бұларда тіл жоқ. Мына жерде ауыздың таңлай тарапында таңлай тісі бар. Мінекей. Таңлай тіс. Таңлай тісті аламыз мінекей. Міне, таңлай тісілерді бұяғында жайласады. Ауыз қуысылығында жақларда тіс болмайды. Мирный балықларда жақта тіс болмайды. Жуас балықлар деп жүртіледі. Енді таңлай тісті бүйірдегі тістен алуымыз керек. Мына қапталдағы жұтқыншақ тістілері мынердегі таңлай тістің өзінен алуымыз керек. Міне. Мынаны пышақ. Мына мұнда. Міне. Айрым балықларда жасын анықлау үшін таңлай тістілермен анықланады. Енді бұларда қабыршақлы болған үшін қабыршаққа қарап анықланады. Мінерде таңлай тістің вазифасы. Бұның бәрқұлылық неткен уақытта да, мұсылманшылықта да негізі таңлай тістін алып тастау керек. Зәһәрлі. Салуға болмайды. Мінерде тұрған кейіне бағана айтып өттім. Бүйрек қапталда жайласқан дедім ғой. Бүйрек қап-қара болып тұрады. Мінерде. Бұнан нетіп алып тастау керек. Себебі сідік жолы ол. Зәһәрлі болады. Соны қаттырақ жуып алып тастамасаң, сенің тазалаған балығыңа жақсы эффект бермейді. Яғни зәһәрлі болып шығады. Өт сұйықлығы, не бауыр нерде. Енді бауырдың ішкі тарапында өт сұйықлығы. Өт сұйықлығы 12 елі ішектің басланған жеріне құяды. Өт сұйықлығы. Енді бұл жерде өттің вазифасы аспиру системасына жәрдем береді. Мынау Канадасы, жаңа кешегіде айтып едім. Алың пинцет. Біздерде енді лабораторияда болмағаннан кейін мынау Канадасы. Уже өт жарылды мінекей, сарғайып кетті. Неде? Мыналарды былай алып. Міне өт қалташасы шықты мұнда. Сол өтті жарып алмау керек. Өт жарылыс. Ашу керек. Зәһәр болады бұл. Həmme ne dedi? Mına yerde tikardan bularda asqazan deb жүртілмейді, ішек дейді мирный балықларда. Ал жыртқыш балықларда асқазан деп, асқазан әдеуір дәрежеде үлкейген алдыңғы тарапы. Туырдан туыр ішектелінеді. Алың бұлай. Әзір ішектің ұзынлығын көреміз. Әзір неше сантиметр шығатын үзіліп кетті оны. Соның үшін перчатка кию керек емес та. Я? Қолдан істеу керек. Ахир тазалап. Нерде бүрмесі бар ма? Міне. Ішектің несі келді үзіліп кетті ол. Ізіне деп жалғасақ қайтып? Жалғап көру керек бұл. Міне. Алдыңғы тарапымен айырып алу керек. Соның үшін пинцет керек bu yerге. Пинцет и булавки дейді. Сандық нелер. Ол май, мынау ішек. Неде жоқ па? Бұл Канадасы. Өлшеп көрің. Точно мінеке 20 сантиметр кіші өлшем бірлігі. 24 сантиметр шығады. Значит, сазан балығының асып тұру системасының ұзынлығы өзінің денесінің ұзынлығы менен тең деген мәнісін білдіреді. Және қайыр қап қойды. Айтың. Бас. Көз. Енді бұларда көру, сезу органдарының көз атқарады. Дененің алдыңғы тарапында бұяғында мұрын тесігі бар. Мұрын тесігі бұлардың жабылған болады. Тікелей таңауға ашылмайды. Сенбесеңіз, инеменен көріп, мұрын тесігіне тығып көрсеңіз, бұл өтпейді ары қарай. Екі жұп, бір жұп мұрын тесігі бар. Енді сазан балығында тикарға айырмашылық белгі мінекей мұртларының болуы, сезу органдары бұлам. Енді қаптал сызығы, сезу органдарының вазифасын атқарушы. Енді бұл жерде кішкентай ғана болады. Енді карп тәрізді балықларда мынау сазан, ямасы жабайы формасы, қазіргі біздердегі өсуші. Карпларда мұрт болмайды. Мына мұрт болмайды. Мәденелестірілген. Лахада болады енді оларда.
Енді бұлардың жасын анықтау үшін жаңа қабыршағын алдық, тетрадқа сап қойдық қой. Қабыршағын. Соны алып микроскоптың астында көрсең жасын анықтайсың. Бұлардың ауқатлану неше фазасы, ауқатлану орны қандай ауқатлық заттарға бай болса, бұлардың сағағындағы сақиналардың саны кең болып барады әрбірінің. Терекке ауқатлық заттар, мысалы су не қанша жақсы жеп тұрған болса, оның сақинасы үлкен болып барады. Һәм тез елді болады. Бұларда да сот әкелетте. Өсуі сүйектің өсуі менен қабыршақтағы ненің санына байланысты болады, жасын анықтауға болады. Мысалы, қазір мынаны микроскопта көрсек, жаңағы неден алдық қой, алып көруге болады. Енді бұл микроскоп емес, биоламда көрінеді. Биолам, окуляр бар, объектив турдан туры біреу болып есептеледі ода. Енді сода көрсең жақсы болады. Мысалы, лупалар болса, 15-25 мәрте үлкейтіп көрсетілетін лупалар болса, соңымен көруге болады жанына. Сақина болып, теректің сақинасы қандай болса, сот әкелетте көріп тұрады. Және қайсы айырмашылық белгілері бар енді. Енді нерв системасы, қан айлану системасы, бұларда жүрек алдынан һәм жүрек қалташасынан екі бөлімнен тұрады жүрек. Бір қан айлану шеңбері. Бір қан айлану шеңберіне қан вена қан тамырлар арқалы келіп сағаққа келеді. Сағақта қайтадан окисленіп таза қан, яғни артерия қаны пайда болады. Бұларда араласқан деп жүргізіледі. Тікелей бөлінбейді. Артерия қаны менен вена қанын айыру үшін бұларда белгілі бір шекара жоқ. Артерия қаны белгілі бір жерден қанды алып тексерсең, мысалы эритроцитлерде ядросы бар, тікелей бұларда алып көрген уақытта сол жерде анықтауға болады. Қанның тамырлары бойынша ағысы. Енді жаңа сағақ 4 жұп сағақ, тікелей алдындағы тишинкалар, пластикалық өлшем бірліктері. Һәм пластикалық өлшем бірліктерге мына құйрық қалаштағы, арқа қалаштағы мына нұрлардың санында пластикалық өлшем бірлікке кіреді. Метрикалық емес. Мінекей, мына нұрлардың бәрін санайсаң, неше нұр бар екен? Сүйеклі нұрлар. Бұлар сүйеклі. Енді геуде бөліміне келген уақытта, геуде бөліміндегі омыртқалар екіге бөлінеді. Геуде омыртқалар һәм құйрық омыртқалар. Геуде бөліміндегі омыртқалардың несінде 3 тәрәплеме, яғни 2 тәрәплеме қабырғалардың пайда болуымен анықталып тұрады. Яғни ішкі органдарды қоршап тұрушы қабырғалар. Олар тамам болғаннан кейін бұяққа қарай тек астыңғы үстіңгі қабырғалар менен құйрық бөліміне айланып кетеді. Құйрық бөлімінің өлшем бірлігі, мысалы геуде мынадан бастап өлшенетін болса, мына неге шейін анал тесігіне шейінгі аралық геуде бөлімі деп аталады. Анал тесігінен бастап мына құйрыққа шейінгі аралық құйрық бөлімі деп есептелінеді. Айырмашылық белгілері сонда. Қазір екінші бапты сіздер жарасыз, сөйтіп көресіз. Үстімнің бәрі қан болған шығар. Елия, фамилия? Жолдасбаева. Жолдасбаева мінекей жүректі алып тұрыпты. Балықтың жүрегі мынау торсылдағы. Мінекей неде ақ толстоловик гипоптальмиктегус молитрикс деп аталады мынаның латынша атамасы. Бұның торсылдағы сазан балығының торсылдағына қарағанда адеуір дәрежеде үлкен. Бұлар тез қозғалу, ямаса судың түбіне түсу, ямаса жоғарғы бетіне шығу мәселесінде тез харекетшең болады. Алабұғаларда бағанағы айтқандай, алабұғаларда ондай процесс болмайды. Бұлардағы мына торсылдақтағы тикарғы ашылушы жолы турдан туры өңешке келіп қосылып тұрады. Өңештен турдан туры хауа мынаған кіре алады, соның үшін торсылдаққа. Ал алабұғаларда торсылдаққа турдан туры кірмейді, қан арқалы айланып барады. Қан арқалы, соның үшінде көп қорқыта беруге жас балаларды болмайды. Қорқыта беруге. Қатты қорқытсаң, стресс алатына қалып, сахарный диабетке алып келеді. Яғни не деген жаңағы нервно-гуморалдық жолдың бұзылуы нәтижесінде келіп ұйықтап отырсаң ғой. Мінекей самка ұрғашысы меді, самец еркек еді. Жаңа Ганадан өз алдына қойдыңыз ғой мінекей. Ганада бұлардың көбеюі тикардан сыртта болады.
Ne bu urgatçı? erkekler. Kanadası var mı? Yağa mene turtda hoş Bu ne erkegi? Erkekmiş mi? Mına erkek yok. Nasıl soyğanız erkek? Aha, mına da urgatçысы мінекей. Уылдырық екі жақта жұп палатта жасайды. Бияқ тарапында Жыныс ма? безлері жұп болып тұрады. Екі қапталында, ішектің екі қапталында тұрады. Bu yer bir Енді бұларда тикарғы көбею процесі сыртта болады. Сыртта болғаннан кейін ұрықлану вам сыртта болады. Mana da gerek. Тыңдап тұрсыз ба? Ұрықлану вам сыртта болады. Іште емес. Шеміршекілі балықларда іште еді ұрықлану. Акулаларда. Бұларда сыртта болады. Яғни мынадан пісіп жетіліскен уақытта, тоқтап тұрың, пісіп, мына уылдырық пісіп жетіліскен уақытта, Ганадада пісіп жетіліскен уақытта сүтке айланады Ганада. Мына уылдырық ірі болып шығады. Неден анал тесік арқалы? Bu yerде бұлар полигамлы хайуанлар. Poligamlı. Полигамлы, тыңлап алың. О, айнынайындар. Полигамлы хайуанлар, моногамлы емес. Бір нашар балыққа 4-5 еркек туырып кетеді. Маса көбеймейді. Сондай болу керек. Соның үшін бұндай хайуанларды полигамлы хайуанлар делінеді. Бұлар бір балық бір-бірімен ете алмайды. Балық ойнады дейді, балық ойнаған уақытында бәрде ойнайды. Не үшін? Көбею дәуірінде ойнайды. Ана самецлерді шақырады самка өзіне. Самецлерін пісіп жетіліскен дәуірін біледі, яғни көлден дарияға қарай шығады. Нәтижеде шыққан уақытта, мысалы, мына қыз кетіп баратқан болса, ар жағынан ана баяғы балық келіп ұрады, мен жағынан мына балық келіп ұрады. Соғықта құрдан құры икра шықпайды адамның денесінен уылдырық. Уылдырық шыққан уақытта 2-3 балық келіп бір-біріне ұрған уақытта уылдырық шығады. Мына жерден уылдырық шыққаннан кейін аналардан молоко шығады, яғни сүт безлері, қадімгі. Сперма сыртта ұрықлану болғаннан кейін суға шашылады уылдырған. Шашылғанда соның ішінде ұсы балықтың мысалы 3000 дана уылдырық шығатын болса, ямаса 500 000 дана уылдырық шығатын болса, соның 3% ғана жетілседі. 3%. Түсініп тұрсыз ба? О, айнан, не күле бересей? 3% жетілседі. Егер қолдан шағылыстырып көбейтетін болса, ұстап аламыз бір балықты. 100% эффект береді. 100%. Яғни 500 000 балықтың бәрі ұрықлану қабілетіне ие. 500 000 балықтың. Яғни оны қалай нетеміз? Астақырын бір неге алып, үлкен стакандай зат шеше ыдысқа саламыз. Уылдырығын, тыңлап тұрсыз ба? Шеше ыдысқа алып, салып, сол жерде мынадан еркегінен қатты сыққан уақытта не шығады? Пісіп жетіліскенде. Молоко шығады. Молоко мен уылдырықты араластырып жібереміз икраны, яғни мәйектікті. Сол уақытта мәйек кірттай болғаны үшін мен не айтып қорғайық деді. Мынан қара, мәйек мынандай болады ғой енді уылдырықтың несі үлкендігі. Ал тұқымлық болса кірттай болады, мынандай ұшқырлау болады. Bu yerде мәйектің тошқысына мына жерге мынау барып кіру керек. Сонда зигота хасыл болады. Сперма кірмегенше зигота хасыл болмайды. Соның үшін bu yerде сыртта көбейген балықларда 500 000 дана уылдырық шашса, соның 3% неше болады? Есаплап отырың. 500 000. 3%. Неше болады? 15 деп зат. Неше? 500 000-ды 3%. 500 000-ды 100 дейсең, 3-ке көбейтіп, 500 000 дананың 15 000-ы жоғары, яғни эффект беруші балықлар болып шыға алады. Қалғаны жоқ болып кетеді. Сонда 15 000 шықса, 500 000-ның 475 000-ы өліп кететкен да құры. Табиғи жағдайда көбейген уақытта. Егер қолдан көбейткен уақытта мынадай ыдысқа салынған уылдырықты мінерге саламыз үстіне нені, яғни сүтті құйған уақытта, тыңлап қарап тұрыңса, құйған уақытта мынаның ішіндегі 500 000 дана уылдырықтың барлығына, яғни молоко, сперма кіру қабілетіне ие. Себебі суға кірген уақытта оң орнына суам кіріп кетуі мүмкін, басқа лишинкалар, стрекозалардың, яғни инеліктердің лишинкалары жебен қояды бұның уылдырықтарын. Соғықта кірген уақытта бұлардың 95% дерлік жетілседі. 95% неше болады? Бөл 500-ның 95%.
592. 492. Hesaplab o'tiring, sizlar ortda qolasiz. Ya? 475 ming. Necha? 475 ming. 475 ming dana baliq alaman degan so'z. 475 ming dana baliq. 15 ming baliq olgan yaxshimi yo 475 ming baliq olgan yaxshimi? 475 ming. Endi buni sizlar balıqçılık qo'shaligini tuzatgan bo'lsangiz, 475 ming baliqni olib, lishinkalik davrida har qaysisin 10 mingdan satasan. 475 mingni ko'payt 10 mingga. 4 milyon 700. Ko'payt 4 milyon 700. 10'a koyduk zaten. 10 ga ko'payt necha bo'ladi? 4 milyon 750 ming. 4 milyon 750 mingni bir baliqning o'zidan foyda ko'rasan. 4 milyon sen baliqni necha so'm qalding? Klass 25 ming. Buna 4 milyon qancha foyda ko'rding? 4 milyon 775 ming. 4 milyon 75 ming lishinkasining o'zidan foyda ko'rasan. Endi klassni hesaplaydigan bo'lsang 4 milyon 775 ming bir yilda 3 kilodan 7 kiloga шейін o'suv qobiliyatine ega ovqatliq zat yaxshi berilib turilsa 3 yilning ichida deb qo'yadi. Sen sonda bir balig'ing 475 ming balig'ining birovi 5 kilo bo'ladi. 5 kiloning klass necha so'mdan deding? 25 mingdan 125 mingni ko'payt, endi 475 mingga. 125 mingni 475 mingga ko'payt. Ya? 59 milyon 375 ming. Qancha? 60 milyon. 60 milyon foyda bir baliqning o'zidan olib o'tsan. 60 milyon. 60 milyon qilib qo'ymaysan sen bu yerda baliqni. Algandan keyin sen 5 milyon, 6 milyon yamasa 20 milyon lishinki chiqarasan. 20 milyon. Yamasa 100 milyondan lishinki chiqarasan. Şurada geçeceğiz. Al kel. Tam 11'de finans koştuğuna kelime mi geldi? Video ko'zincha jaraveraymi? Şarabı. Voy, aka men tag'ayman. Men qo'ymayman jiray. Qalay jarni saydi. Qachonlar suv bo'lsa. Aka men jarash. Jaramaydi. No jalmat qara. Yo'q endi bir rahatdan jarmagandan keyin. Men ham bir turli bo'lib qo'ydim. Hozir jarashaman. Non jaraysh baribir. O'sha sharg'anga urmoqsan. Hey! Sen o'zing qo'lni kesib olarsan. Oxirida. Noqanday tutish? Bo'ldi qo'y endi suyib kesadi qo'y endi. O qayshmayan qayshmayan deb baqirib o'tirmaysiz? Qayshmayan. Yes ishning bari. Shona o'tin. Rasmga olib. Voy, biz video olmay qo'y, do'stimiz vizuk olib yetsizlar. Ko'rasizlar. Yo'q. Yaxshi. Bir eshitib qo'yib uxlayman. Yaxshi laboratoriya bo'lib o'tdi. Ya, pichoq bilan skalpelning bitta yo'q. Sen ana ishing jarvama. Yaxshi, qancha qo'ymaymiz. Nabarat. Ele. Unda pichoq istamaydi. Voy. Yo'q, men sizdan o'ta turaman. Basın kesibsiz prям. Basın ayıp davay. Og'zini tik. Video qilib turibdi ekan. Sharmanda. Yo'q. Bezovta qo'y yaxshimi?